кейбір адамдар мына кинотеатрдан жүріп жатқан комедиялар бар ғой, осыларды көру, оларға күлу адамның интеллектісінің төмендігінен хабар береді деген осындай бір тұжырым айтады. Дұрыс емес. Неге? Негізі комедияны көріп күлу бұл адамның интеллектісіне тікелей байланысты емес. Жалпы комедия деген жанрға қарайтын болсақ, комедия бұл өте математикалық жанр. Математикалық өнер. Өйткені дәлдіктен тыс бір сөз айтылып қалатын болса, бір мимика, момент немесе ракурс, кадр, осы мәселелер әбден тәпіштеліп есептелмесе, онда өте күлкілі деген дүние, қағаз бетіндегі ішекшілігіңді қатыратын нәрсе камерада күлдірмей қоюы мүмкін. Сондықтан комедия жасайтындар бұлар спартандық тәсілде жұмыс істейді. Комедия жасау бір сөз мәселені шешу мүмкін. Яғни аңғарымпаздық, байқампаздық, интеллекттің жоғарылығы осы комедияға керек. Демек, комедияны түсіріп жатқан адамдар, оны жазып жатқан адамдар ақымақ деген сөз емес. Бұл жанр мүлдем бөлек жұмыс істейтін жанр. Тіпті комедия бұл өте қиын жанр сценарий тұрғысынан. Сондықтан да ал енді адамдардың комедияға күлуі бұл жаңа айтқандай кинодағы интеллекттің әр алуандығынан. Мысалы, көптеген менің таныстарым бар, өте ақылды адамдар. Бірақ авторлық киноларды, артхаус дүниелерді, салмақты драмаларды түсіне бермейді. Не фильм, түсініксіз ғой дейді. Ал комедияларға шектілесі қатып күледі.